келесі құттықтау сөзді Алматы облысы бойынша педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру институты басқару және білім сапасы кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты Валиева Майра ханымға береміз. Құрметті оқушылар, біздің әріптестеріміз педагог қауым, ата-аналар. Бүгін міне үлкен бір дода өтті. Бұны білім мерекесі деп айтуға болады. Әлі қаз балапанын күзде санайды демекші, біз оқу жылының аяғында насақлай кешен талдау технологиясы бойынша жүріп жатқан жұмыстың қорытындысын шығару мақсатында бүгін жиналып қалған екенбіз. Мереке құтты болсын, ылғи да осылай жылма-жыл жалғасын таба берсін. Енді мен мына балаларды көріп жаңада бір әріптестерге айтқан сөзімде айттым. Бір жағы қызғанып, бір жағы қызығып қарадым оқушыларға. Себебі біздің оқушы кезімізде мұндай кішкентай балабақшадан бастап осындай шараларға қатысу деген нәрсе болмаған. Шыны керек. Ал енді қазір мінекей болашақ балалардың қолында демекші, балаларды балабақшадан бастап өмірге дайындап жатқанымыз бәріміздің көз алдымызда өтті. Керемет, тамаша. Осындай балалар бола берсе, біздің Нұрсұлтан Әбішұлының айтып жүрген, мына әр жолдауда айтып жатқан сөздеріндегі білім саласына қойылып жатқан талап өзі бір терең мағынада орындалады ғой деп ойлаймыз. Мысалы, биылғы жылғы 2014 жыл 11 қарашадағы жолдауы нұрлы жол, болашаққа бастар жол деп айтылады. Сол жолдауда мынандай бір сөз бар. Нұрлы жолға алып баратын креативті, ырғақты жастар дейді. Креативтік дегеннің мағынасын өте жақсы түсінесіздер. Креативті дегеннің мағынасын педагог қауым жақсы біледі. Қазақша мағынасы ол негізі аударылмайды. Бұл жан-жақты біліктілік, шығармашылыққа бейім деген мағынаны білдіреді. Ал енді осы келіп отырған балалар сол деңгейде көрініп жатыр. Тамаша. Ал ырғақты деген нәрсе өзі музыканы қойған кезде кез келген ырғаққа салып билеп кетеміз. Солай ма балалар? Қара жорғаны қойса қара жорғаға, твистті қойса твистке, ыршитынды қойса ыршылап кетесіздер. Сол сияқты қазіргі заманның ағымына байланысты болып жатқан өзгеріске бейімделе білетін жастар болашақты мына нұрлы жолда алып баратын жастар деп айтқан екен. Сол мына сіздер ылғи да биіктен көрдіңіздер. Бүгін тамаша бір жұмыстарды көрдік, өзіміз интеллектуалдық ойындар байқауындағы секцияға қатысты 6 класстардың жұмысына өте тамаша, балалар өте дайындықпен келген, керемет. Әсіресе енді біз бөліп, балалардың арасындағы пікірлесе отырып, бірін-бірі тыңдап, ойына ой қалысып, сондай бір әдемі бірлестікпен, ынтымақтастықпен жұмысты жүргізе білетін нөмір 4-ші орта мектебінің балаларын ерекше атап өткіміз келеді. Біз қатысқан интеллектуалды ойындардың байқауында. Сол сияқты екі топта өте тамаша. Енді кейде мынандай әңгіме туып қалды, балалардың саны әртүрлі деген. Енді әдейі мына жерге шыққаннан кейін айтып кету керек. Балалардың саны әртүрлі болған ол талапқа байланысты емес. Біз оны анықтадық. Былтырғы жылғы болған сайыста қай топтан қанша бала іріктелініп алынды, сол санмен қатысқан екен. Өйткені мысалы былтырғы жылы 5 бала қатысып, соның ішінен 3-еу іріктелсе 3-еу қатысып, 4-еу іріктелсе 4-еуі, түгелдей командада 5 бала өтсе 5 баланы толық қатыстырыпты. Сондықтан анандай бір керағар ойлар туып қалмасын. Енді көріп отырған адамдар бәрін көрді, өте тамаша. Дегенмен мен айтар едім, әлі де болса мына қазақ тіліне деген кішкене жанашырлы, қазақ тіліне деген бойсыну нәрсе әлі де кішкентай болса да жеткіліксіздеу болып жатыр. Мысалы, қалдау деген нәрседе бәріміз бастап бірінші ағылшын бастап жатырмыз. Ол көке бірінші қазақ тілден бастамаймыз ба? Сондықтан өткен тақырыптың өзі де сол. Сондықтан біз аяқ жағында ойбаймыз, балалардың бәрі басқа тілге етіп қалып, қазақ тіл қашан шығар екен деп жаттық. Қазақ тілі әдемі келді аяқ жағында. Сондықтан қазақ тілге деген өзіміздің тілімізге, мына мемлекеттік тілімізге деген керемет тамаша бір нәрсе осы сақлай кешенді талдау технологиясы арқылы келіп жатыр. Сол ретте сіздің еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Еңбектеріңіз
еңбегіңіз жемісті болсын. Бұның барлығына мұғалімдердің еңбегі. Мұғалімдер балаларды осылай креативті қағытетіп дайындамаса, балалар бүгін мынандай бір бәйгеге келіп қатыспайды. Балалардың бәрі жеңімпаз. Себебі ауданнан, облыстан іріктеліп, әр облыстың намысын қорғауға келіп отырғаннан кейін бұл балалардың барлығы жеңімпаз. Сондықтан да болашақта сіздердің биіктен көрінетініңізге біз сенімдіміз. Ылғи да биікте жүре беріңдер. Мына мектептерінің туын желбіретіп дегендей жаңа мінекей таныстыру сәттері болып жатыр. Өте тамаша. Мен айтар едім, мына кішкентай балабақшаның балаларынан бастап. Керемет. Сондықтан да әріптестер, бәріңізге амандық. Ата-аналар, міне ата-аналар ат тербетіп, анау жақтан балаларын қолдап, қоршап келіп отыр. Ата-аналардың еңбегі жана берсін. Бәріңізге денсаулық. Мына мектептің осы 74-ші мектептің ұжымына көп рахмет айтам, өз басым. Мектепті дүрдетіп, үлкен кең шаңырақты бізге көрсетіп, керемет тамаша іс-әрекеттерді көрсетіп жатырсыздар. Балалар да көріп, кейбіреуінің мектебі тақ, кейбіреуінің мектебі аядай, біреуінің мүмкін бұдан да жақсы шығар. Бірақ мынандай әдемі ғимаратта бүгінгі шараның өткені өте тамаша болды. Сондықтан осы мектептің ұжымына да сәттілік, ылғи биіктен көріңіздер. Еңбектеріңіз жана берсін. Жүргізуші әріптес, өте тамашасыз, нағыз креативті, ырғақты мұғалімсіз. Рахмет. Ал енді келесі кісілерге сөз берміз бе? Осы керемет технология қалай айтылады балам? Ол осы технологияның авторы кім? Елжан Нұршағыл Жанбайқызы ортамызда, кәнекей. Жылдағы дәстүріміз бойынша сіздермен міне бас қосып, үлкен бір жұмысты аяқтап жатырмыз. Бір жыл бойғы жинаған келген білімдерін сіздердің кішкентай бүлдіршіндеріңіз ортамызға салып отыр. Ең біріншіден қымбатты ата-аналар сіздерге рахмет айтқым келеді. Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясы бұл қоғамдық негіздегі үлкен ұжым, үлкен тарихы бар. Биыл 41 жыл Кіші ғылым академиясының құрылғанына. Міне осы академияның бастауымен біз 15-ші үлкен мерейлі олимпиадамызды өткізіп отырмыз. Былтыр 43 команда қатысса, биыл 68 команда 205 бала қатысып отыр. Осыдан 3 жыл бұрын Астана қаласынан бір ғана команда қатысса, 24-ші мектептен. Биыл Астана қаласынан 63 команда қатысып отыр. Бұл әрине Астана қаласының мұғалімдерінің үлкен еңбегі, төккен тері, біздің кішкентай бүлдіршіндерге берген сапалы білімі, өздерінің қажырлы еңбегі деймін. Қымбатты ұстаздар, осы олимпиадаға бала дайындап алып келген сіздер ерсіздер деп айтқым келеді. Өйткені жасыратын жоқ, біздің Астана қаласының көпшілік балалары орыс тілді балалар. Соған қарамастан, сол ана тіліне деген сүйіспеншілігін оятып, өзінің ана сүтімен бойына дарыған тілін, соның құдіретін түсіндіріп, соның қадірін білдірген қымбатты ұстаздар, мен сіздерге басын деймін. Шынымен де біз өзі Алла Тағала солай бізге сый беретін шығар. Осы алғашқы олимпиадамызды Астана қаласындағы оқушылар сарайында өткізбедік. Одан кейінгі екі олимпиадамызды нөмір 70-ші мектептің жаңа шаңырағында өткізгенбіз. Міне 4-ші олимпиадамызды біз 74-ші мектептің шаңырағында өткізіп отырмыз. Бұл мектептің ұжымына, мектептің басшысы өкінішке орай Алматы қаласында оқуда. Күнде біз сағат 2-ге дейін осында жұмыс жасадық. Ол кісі де сол ұйықтамай бізге хабарласып, менің ұстаздарым қалай жұмыс жасап жатыр, мына келген қонақтарды қалай қарсы алады екен деп, ол кісі де сіздерге үлкен рахметін айтып жатыр. Мынау бір қонақ келсе құт дейді ғой. Біз қанша қонақ келіп отырмыз? 205 баланың 205 ата-анасы келіп отыр.
Сондықтан да сіздердің қадамдарыңыз құт болып, осы мектеп Астанадағы ең үздік мектеп болса екен деген үлкен тілегім бар. Сонымен қатар республикамыздың түкпір-түкпірінен әрине келем дейтін бізде балалар көп, келгісі келетін, бірақ оған ең бірінші біз жаңа қоғамдық негізде болғандықтан біздің ешқандай қаражатымыз жоқ. Соған қарамастан Қызылорда облысы Арал қаласына жылда команда келеді. Биыл кішкентай бүлдіршін бірінші сыныптың балалары келіп жатыр. Жамбыл облысы Жуалы ауданынан жылда Маржан деген қызымыз командасына алып келеді. Жамбыл облысы Меркі ауданынан командасына алып келіп отырған біздің керемет ұстазымыз бар. Және Тараз қаласынан өзінің әжесі дайындап келіп отқан кішкентай біздің Аянат деген қызымыз бар. Астана Алматы қаласынан бірнеше мектептеріміз бар. 12-ші мектептен 2 кішкентай бүлдіршініміз келіп отыр. Біреуі бірінші класс оқиды, біреуі 3-ші класс, өздері команда құрады. Одан кейін нөмір 141-ші мектептен бір сыныптан 14 бала келіп отыр. Өздеріңіз ойлаңыздар, бір сыныптан 14 бала. Керемет құрмет бұл. Одан кейін Алматы облысы Талғар ауданында бізде бүкіл қанша мектеп бар Алматы облысында, сол бір ғана мектеп осы біздің эксперименттік алаңымыз болып, мектептің басшысымен қосылып, осында олимпиадамызға келіп отыр. Сондай-ақ бізде қонақта биыл ең бірінші қатысып отырған Павлодар облысы Екібастұз қаласының командасына мыңда бір рахмет айтқым келеді. Сонымен қатар биылғы біздің мектеп осы ұстаздарымызға біз енді ылғи да алаш арыстардың идеясын алға тартамыз, сол кісілердің жүрген жолымен жүргіміз келеді. Біздің ұрпақтарымыз да сол кісілер сияқты ерінбейтін, білімді, халқына қызмет ететін балалар болады деп ойлаймыз. Болашақта тұлға болады. Бізге одан ары ешнәрсенің керегі жоқ. 150 мың бір ғана ата-ана. Осындай ата-аналарымыз көбейгенсін екен дейміз. Осы балаларымыздың қуанышына бөленсін. Сіздерге мыңда бір рахмет. Мынау алыстан келген біздің ұстаздарымыз, ертең сіздер енді бір күн Астананы аралап қыдырасыздар. Кешке қарай амандық болса ауылдарыңызға сапар шегесіздер. Сапарларыңыз сәтті болсын, аман есен елдеріңізге жетіп, ата-аналарыңызбен, мектептеріңізбен қауышуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Рахмет сізге. Өзіңіз білетін, өзіңіз қызмет ететін 66-шы мектептің ата-аналары микрофонда сұрақ болмай отыр. Тосын сый. Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар қауымы. Бүгінгі күн біздер үшін, ата-аналар үшін, балаларымыз үшін ерекше күн. Көптен күткен олимпиада күні бүгін жақсы сәтті өтті деп ойлаймыз. Нұршал Жанбайқызы, шын жүректен 66-шы лицей мектебінің 2-ші И сыныбының ата-аналарының атынан сізге арнап өлең жолдарын оқып бергім келіп тұр. Ұстаз деген ұлы есім біле білсек, ұстаздай адал өмір сүре білсек, Нұршадай есімі бар тұлғамызға жақсы ой әр құлақты түре білсек, биік мақсатты өрге қойған, туған тілдің иірімін жөнге қойған, 5 арыс жолын жалғар қазақ қызы, ғылым деп ішкен асын жерге қойған. СКО жаңа әдіс, жаңа білім, ұлттық ерекшелікті сара білім, қазақтың сөз байлығын ұғындырар, біз үшін теңдесі жоқ дара білім. Рухани түлеп тұрар жан саулығын, шабытпен жүгіртетін тән саулығын, тілейміз өзіңізге шын жүректен, адамға ең қажетті ден саулығын. Түрлі жарыстардан қалмадық біз, баламен талдау жасап сайрадық біз. Ата-аналар атынан жүрек жарды, осы ақ тілектерді арнадық біз. Шәкірттер дүниені шырлап жүрсін, сіздерге ақ тілегін арнап жүрсін. Инемен құдық қазған сіздей жанға Алла өзі жар болып қолдап жүрсін. Біздің қосынсы осы олимпиаданың 15 жылдығына арнап арнайы
келді. Ендеше Әділқазы Алпауов ортаға шақырады. Уважаемые гости и наши именинники, самые главные, заслуженные люди нашего зала, сейчас ваше награждение за ваш прекрасный труд в знании родного